Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Sallallahu aleyhi ve Resulullah. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qasiyetli Ramazan ayınдағы tutқан оразаларыңызды Allah kabul etsin. Осы Ramazan ayınдағы жасаған барша құлшылықтарыңызды, тілеген тілектеріңізді, дұғаларыңызды Allah kabul etsin. Мынау Ramazan ayında елдің ортасында біршама сұрақтар көп кездесіп жатады. Солардың бірі намаз оқымаған адамның оразасы қандай болады? Яғни қайсы біреулері ол намаз оқымаған адамның оразасы қабыл емес дегенде өздерінше бір тоқтамды пікір айтып жатады. Бұның бәрі шын мәнінде дұрыс емес. Яғни намаз оқымаса да ол адам ораза тұтса, демек исламның басты фарыздарының бірін орындаған болып саналады. Яғни исламның 5 фарызының бірін орындаған болып саналады. Бірақ намаз оқымау менен ол ораза құлшылығының сауабын алуына ешқандай кедергісі жоқ. Яғни ол адам ораза тұтқан оразасының сауабын алады. Бірақ намазбенен болса, әлбетте нұрдың үстінен нұр. Себебі намаз исламдағы басты құлшылықтардың бірі, исламның бірінші амалдарының, Алла Тағаланың хұзурындағы ең ұлы құлшылықтардың бірі болып саналады. Яғни оразасы намазбенен өтелсе, әлгі айтқанымыздай, яғни исламның ең бір көркем құлшылығын жасаған болып саналады екен. Алла Тағала барша құлшылықтарымызды қабыл етсін. Дұға тілектеріміз Алланың хұзурында қабыл болсын.